Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Төлеуқасымова Жанар Төлеуқасымқызы, Алматы облысы Қаратал ауданы Ескелді ауылы Қошқарбаев атындағы орта мектептің тарих пәні мұғалімімін. Мен бүгінгі сабағымда сіздерменен 4-ші тоқсанға арналған қашықтан оқыту бағыты бойынша 11-ші сыныпта Қазақстан тарихынан алғашқы сабағымды бастағалы отырмын. Сабағымның тақырыбын ашпас бұрын сіздерге мына слайд материалына назар аударуларыңызды сұраймын. Слайдтан көріп отырғандағыздай, бұл жерде наразылық дегеніміз не, халықтың наразы болуына не түрткі болуы мүмкін деген сұрақтарды көріп отырсыздар. Наразылық дегеніміз жай бір адамның өзінің наразылығын ұрысу арқылы немесе тағда бір реакциялар арқылы шығарады. Ал қоғамда адамдар өзінің қоғамға деген наразылықтарын түрлі шерулер, ереуілдер, тіпті соғыспен де шығарып жатады. Олай болатын болса, алыс жақын тарихымызға көз жүгіртсек, кезінде тарихымыздың бетке ұстар болған керемет оқиғаларының бірі 16-шы жылғы көтерілістен бастап, бертінгі жастардың қозғалысынан туындаған үлкен бір оқиға қазақ тарихындағы, әрине бұл 1986 жылғы болған тарихи оқиға. Олай болатын болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғалары. Сабағымыздың мақсаты әміршіл әкімшіл саясатқа қарсы халық наразылықтарын салыстыру. Бұл жерде біз 20 ғасырдың екінші жартысында орын алған саяси жағдайларды білеміз, халық наразылықтарының себептерін анықтаймыз. Халық наразылықтарының кем дегенде екі қысқа мерзімді, екі ұзақ мерзімді салдарын талдаймыз. Және 1977 жылы қабылданған КСРУ Конституциясынан үзіндіні талдап, қазіргі тәуелсіздікке баға береміз. Осы ретте сабағымызды ашу мақсатында видеоролик көруге шақырамын. Төмендегі критериялар арқылы сабағымыздың мақсатына жету үшін арнайы тапсырмалар орындаймыз. Тапсырма: кестемен жұмыс. Бұл тапсырмада көріп отырғандағыңыздай тарихи оқиғалар берілген: Азия кітабы, Жаңаөзен оқиғасы, Целиноград оқиғасы және Жас тұлпар ұйымы. Бұл жердегі берілетін тапсырма: осы оқиғалардың себебін кестеге толтыру керек, қысқа мерзімді кем дегенде екі салдарын және ұзақ мерзімді кем дегенде екі салдарын кестеге толтыру қажеттігі туындайды. Мәтін бойынша тарихи оқиғалардың кем дегенде біз екі себебін анықтауымыз керек. Тарихи оқиғалардың кем дегенде екі қысқа мерзімді салдарын анықтауымыз қажет. Және тарихи оқиғалардың кем дегенде екі ұзақ мерзімді салдарын анықтау қажеттілігі туындап отырады. Кестедегі мәліметтерді пайдаланып тарихи оқиғалардың салдарына талдау жасайтын болсақ, осы ретте біз берілген кестедегі 4 тақырыпты біріктіріп, кең түрде бүкіл мәліметін салыстырмалы түрде қарап, себеп салдарын анықтағаннан кейін
талдау жасау қажеттігі туындайды. Келесі тапсырмамыз КСРО Конституциясынан берілген үзінділерді оқып, сұрақтарға өз жауаптарыңды негіздеңдер. Яғни бұл осы берілген тақырыптың ішіндегі ең қиын тапсырманың бірі болып саналады. Өйткені бұл тақырыпты ашу үшін біз қосымша материалдарға және оқулыққа сүйенуіміз қажет. Ол үшін біз мына екі сұрақпен жұмыс жасаймыз. Берілген деректермен өз білімімізді пайдаланып, 20 ғасырдың екінші жартысындағы әміршіл әкімшіл зардаптарды түсіндіру. Және екінші, 20 ғасырдың екінші жартысында КСРО-ның басқару жүйесі демократияланады деген тұжырым бар. Сен бұл тұжырыммен қаншалықты келісесің деген сұрақпенен жұмыс жасау қажеттігі туындайды. Яғни, бұл жерде біз КСРО Конституциясының әрбір бабына сілтеме жасау керектігін білеміз. Өз ойына кем дегенде 3 дәлел келтіру қажеттігі туындағаны көріп отырмыз. Тарихи оқиғаларды 20 ғасырдың бірінші жартысы мен екінші жартысы аралығындағы сабақтастығын анықтау және 20 ғасырдың екінші жартысындағы өзгерістерді сипаттау, тәуелсіздік жылдарымен байланыс орнатып, өзіндік баға беру қажеттігі туындайды. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымызды аяқтай отырып, мен сіздерден сабақты қорыту мақсатында кері байланыс алғым келіп отыр. Кері байланыс барысында мынандай екі сұрақпенен жұмыс жасаймыз. 20 ғасырдың екінші жартысындағы халық наразылықтары маңызды болды. Себебі 20 ғасырдың екінші жартысындағы халық наразылықтары маңызды болмады. Өйткені енді осы суретке назар аударсаңыздар, бұл жердегі шабадан әрі қарай менің керегіме жарайды. Ет тартқыш қалған ақпаратты өңдеймін, себет барлық ақпаратты тастаймын деп тұр. Осы жерден қалаған бұйымдарыңызды таңдап аласыздар. Яғни керегіңізге жарайтын болса, чемоданды, ақпаратты өңдеуіңіз келсе, ет тартқышпен және ақпаратты тастаймын десеңіз, себетті таңдауларыңызға болады. Бүгінгі үйге берілетін тапсырма оқулықтың 302 бетін оқу, қосымша материалдармен пысықтау. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.